Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақылова Мөлдір. Бүгін біз 4-ші тоқсанға арналған 9-шы сынып номер 3-ші оттекті және азотты органикалық қосылыстар бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма: спирттердің құрамындағы гидроксо топтардың санына қарай жүктелу мен өкілдері арасындағы сәйкестікті анықтаңыз. Бір атомды дегеніміз ол құрамында бір ғана гидроксо тобы бар. Көп атомды десе екі немесе бірнеше гидроксо топтардың саны болады. Бұл жерде бір атомды спирттерге жатады метанол және этил спирті. Сонда жерге жауабын жазасыздар. 1 және 4. Көп атомды спирттерге, көп атомдыға глицерин және этилен гликоль. Сонда жауабы 2 және 3. Келесі тапсырма: спирттердің маңызды өкілдерінің қолдану салаларын көрсетіңіз дейді. Метанол. Метанол бізде өнеркәсіпте лак, бояулар, еріткіштер ретінде тағы да хлорлы метил, формальдегид. Формальдегид алуда лак, бояулар, еріткіштер ретінде хлорлы метил формальдегид алуда қолданылады. Неде этанол? Этанол немесе этил спирті деп айтсақ болады. Ең бірінші медицинада көп қолданылады. Медицинада жергілікті әсер ету үшін. Қолданылады. Кейде әлсіз спирттердің ісі ерітіндісі қосылған шарапты сыраны қымызды науқастарға тәбетін жоғарлату үшін
бетін жоғарылату үшін береді. Келесі тапсырма. Реакция теңдеуін аяқтаңыз. Бұл жерде бізде глюкозадан этил спиртін спирттік ашу ретінде аламыз. Сонда бізде түзіледі 2 С2H5OH және 2 CO2 газы. Спирттік ашу деп атайды. Енді CH5OH-ты оттекпен әрекеттестіргенде көмір қышқыл газы және H2O бөлінеді. Бұл жерде 2, мына жерге 3 қойылады. Жерге оттектің алдына 5 қоямыз. Бұл жану реакциясы деп атайды. Келесі тапсырма. Дұрыс жауабын таңдаңыз. Карбон қышқылдары құрамында бір немесе бірнеше карбон қышқылдары ол карбоксил тобы бар көмірсутек қосылыстарын атайды. Келесі тапсырма. Сірке қышқылы мына заттардың қайсысымен әрекеттеседі? Бірінші сірке қышқылын жазайық. CH3COOH қосылған мырышпен әрекеттеседі. Сонда болады CH3COO бізде мырыш эквивалентті 2 цинк және сутек газы бөлінеді H2. Мырыш ацетаты болды сол кезде. Енді CH3COOH бұл жердегі калий гидроксидімен әрекеттеседі. Калий OH. Сонда түзіледі бізде CH3COO калий және су. Калий ацетаты бұл бізде. Келесі CH3COOH магний оксидімен әрекеттеседі. Магний ол. Сонда бізде CH3COO екеселенген, себебі магний бізде эквивалентті. Және бұл жерде су бөлінеді H2O. Магний ацетаты. Келесі тапсырма. Синтетикалық жуғыш заттардың қоршаған ортаға әсерін түсіндіріңіз. Так. Синтетикалық жуғыш заттар өте баяу айырылады. Не деп істеп жазайын? Айырылады. Сондықтан табиғатқа қоршаған ортаға тірі организмдерге зиян тигізу мүмкін.
Сол себептен яғни кірсуларды тұндырғыштарға тұндырып балдырларда болатын бактериялардың көмегімен тотықтыру арқылы тазалайды. Келесі тапсырма: нәруыздардың организмде атқаратын қызметін және биологиялық маңызды түсіндіріңіз. Жерге жазып қойдым. Гемоглобин бұл тыныс алу мүшелерін ұлпаларға, ал көмірқышқыл газын ұлпадан тыныс мүшелеріне тасымалдайды. Маңызы адамның омыртқалы омыртқасыз жануарлардың қанының қызыл пигменті. Келесі гормондар мен инсулин көмірсулардың тепе-теңдігін реттеп, тамақтанғаннан кейін глюкоза өндірісінде жауап ретінде қан сарысуындағы заттың мөлшерін арттырады. Енді бұл пептидтік гормон, ол дененің жасушалардың қалыпты тамақтануымен жұмыс істеу үшін маңызды. Осымен біздің талдауымыз аяқталды. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Рахмет.